بسم الله الرحمن الرحيم. Ахмадия мұсылман жамаатының қарсыластары өделенген Мәсіх Мағди Әзіреті Мырза Ғұлам Ахмедке алейхиссалам тағы келесідей айып тағады. Ол өзін Мұхаммед пайғамбардың оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын қайта көрінісі деп санаған. Мұнда индуизм доктриналарының әсері айқын көрініп тұр. Әзіреті өделенген Мәсіх алейхиссалам өзінің Хақиқатул Уахи атты кітабында расымен де Алла Тағала оны ардақты Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұрузы, яғни көрінісі еткенін айтқанды. Құдай Тағала мені Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұрузы, көрінісі етті. Енді жамағаттың қарсыластары бұны ести салысымен еш нәрсені білместен бұл индуизм доктринасы деген үкім шығарғанды. Алайда буруз ешқандай индуизм доктринасы емес. Егер бұл шынымен индуизм доктринасы болса, онда мұсылман ғұламалары буруз ұғымына оң көзқараспен қарамас еді, және пәленше адам пәленше адамға айналды деп мәлімдемес еді. Бурузды біреудің көрінісі, яғни айнадағыдай көрінісі, немесе біреудің нұрына бөленіп, соған айналу деп аударуға болады. Сондықтан буруз бұл исламдық термин. Ал индуизмнің жанның көшіп қонуы туралы доктринасы, яғни реинкарнация, араб тілінде танасух деп аталады. Бұл мүлдем басқа ұғым. Алдымен біз сіздерге Чашра шарифтен шыққан Қожа Ғұлам Фарид есімді танымал сопының буруз туралы берген анықтамасын айтқымыз келеді. Ол өз заманының беделді сопы ғұламасы, ақыны болған. Оның 100 мыңдаған шәкірттері бар еді. Ол өзінің кітабында бурузды бұлай анықтайды. Буруз бұл бір жанның басқа бір кемел жаннан нәр алуы. Оған нәр төгілгенде сол жан басқа кемел жанның көрінісіне айналады да, мен солмын дейді. Яғни екеуінің арасында еш айырмашылық қалмайды. Егер исламда буруз ұғымы болмаса, және ол қарсыластар айтқандай индуизмнен келген болса, онда ешқандай сопы, әсіресе Қожа Ғұлам Фарид сияқты сопылық ортада беделді болған ғұлама бұл ұғымға жүгінбес еді. Оған осы буруз ұғымына өз анықтамасын берудің қажеті де болмас еді. Ал индуизмнің реинкарнация доктринасы исламдық буруз ұғымына мүлдем қарама-қарсы. Индуистердің айтуы бойынша бір жан бірнеше рет туылады, қайта өліп қайта туылады, қайта өліп қайта туылады, сөйтіп солай жалғаса береді-міс. Ал исламдық буруз ұғымы бойынша Қожа Ғұлам Фаридтің айтқанындай екі бөлек жан бар. Бірақ бір жан өзінен кемел дамыған жаннан оның игіліктерін, артықшылық қасиеттерін өз бойына сіңіреді. Осылайша Ахмадия жамағатына жала жапқан қарсыластардың айтқандары шындыққа сәйкес келмейді. Буруз индуизм доктриналарының әсерінен дамыды деген сөздері мүлдем қате. Ерте заманда-ақ өздерін өзінен бұрынғы біреудің бурузы, қайта көрінуі деп атаған көптеген мұсылман сопылары өмір сүрген. Мысалы, Ханафи мазхабының беделді ғұламасы Құтбул Алим Шейхул Машайх Шейх Мұхаммед Акрам өзінің Иқтибасул Анвар кітабында былай жазады. Рухани жетілген адамдардың рухани күші көп жағдайда Алла жолында жүретін адамдарға жақсы іс-әрекеттерге себепші болып әсер етеді. Сопылар бұл дәрежені буруз деп атаған. Басқаша айтқанда, ертеде өздерін біреудің қайта көрінуі деп атаған көптеген сопылар болған. Бұл түсінік руханият әлемінде кеңінен қолданылады. Сондықтан буруз мұсылмандық доктрина, ислами ұғым. Оны ешбір жағдайда индуизм доктринасы деп атауға болмайды, немесе ол индуизмнен келіп, исламда орын тапты деуге келмейді. Үмметтің беделді ғұламаларына келсек, олар өз жазбаларында Әзіреті Мұхаммед пайғамбардан бұрынғы барлық пайғамбарлар шын мәнінде оның бурузы, яғни айнадағыдай көрінісі болғанын сөз еткен. Мағди туралы да, ол да Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам айнадағыдай көрінісі болады делінген.
Бұндай сөздерді үмметтің ғұламалары өз кітаптарында жиі қолданғанды. Мысалы, шейх Мұхаммед Акрам өзінің Иқтибасул Анвар кітабының 52-ші бетінде былай жазады: Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам өз нұры әлемнің басында адам пайғамбар алейхиссалам бейнесінде көрінді. Яғни әлемнің басында Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам рухани нұры әзіреті адамның келуінде көрінді. Одан кейін ол былай жазады: сонымен қатар ақыр заманда ол саллаллаху алейхи уассалам әулиеліктің мөрі имам Мағди түрінде көрінеді. Мұхаммедтің қасиеттері мен руханияты Мағди арқылы әлемді нұрландырады. Яғни ислам пайғамбары Әзіреті Мұхаммед Мұстафаның саллаллаху алейхи уассалам рухани нұры имам Мағдиде орындалып қайта көрінеді. Бұл ғұламаның айтуы бойынша алғашқы пайғамбар Әзіреті Адам алейхиссалам Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам рухани көрінісі болған. Және Мағди де дәл солай, сол Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам рухани көрінісі болмақ. Ғұлама сопы Қожа Ғұлам Фарид өзінің Ишаради Фариди кітабында былай айтады: Алла таңдаған Адамнан алейхиссалам бастап әулиеліктің мөрі имам Мағдиге дейінгі әулие әмбиелердің барлығы Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам қайта көрінісі болған. Алғаш рет ол адамда алейхиссалам көрініс тапты. Дәл солай ол барлық пайғамбарлар мен Алланың елшілерінде көрініс тапқан. Тіпті Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам өзі әлемге физикалық тұлғасымен келіп, пайғамбарлардың мөрі лауазымын толық іске асырды. Одан кейін ол Әзіреті Әбу Бәкірде көрінді, радиаллаху анху. Содан кейін ол Әзіреті Омарда радиаллаху анху көрінді. Содан кейін Әзіреті Османда көрінді, радиаллаху анху. Одан кейін Әзіреті Әлиде көрінді, радиаллаху анху. Одан кейін ол кезек-кезегімен көптеген ұлы шейхтарда қайта көрінді. Сөйтіп ол имам Мағдиде көрінгенше қайта-қайта көріне бермек. Демек, беделді соплардың пікірі бойынша Әзіреті Адамнан алейхиссалам бастап Әзіреті Мағдиге дейінгі барлық пайғамбарлар мен әулиелер, барлық беделді ғұламалар, таңдаулы адамдар, олардың жандары Әзіреті Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам бұрузы болған, яғни көрінісі болған. Басқаша айтқанда, мұхаммадилік рух, яғни оның рухани нұры оларға дарып, олардан көрінген. Осылайша, мұнда екі жан бар. Бірі Мұхаммедтің жаны, саллаллаху алейхи уассалам, кемел дамыған жан. Және екіншісі әулие немесе басқа пайғамбардың жаны. Олар кемел дамыған жанның, яғни Мұхаммед Мұстафаның жанының рухани иеліктерінен азықтанған жандар. Енді осы дәлелдемелерден айқын болғаны, егер өделге Мәсіх алейхиссалам өзін Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам бұрузымын, яғни оның көрінісімін деп мәлімдесе, бұл солай болуы керектейді. Бұл оның шынайылығының дәлелі. Өйткені бұрын өмір сүрген беделді әулиелер өз кітаптарында имам Мағди алейхиссалам Әзіреті Мұхаммедтің саллаллаху алейхи уассалам бұрузы қайта көрінісі болатындығын жазған. Дәл солай олар барлық пайғамбарлар мен барлық әулиелер Мұхаммед пайғамбардың саллаллаху алейхи уассалам рухани нұрының көрінісі екенін айтқан. Демек, бұл ешқандай индуистердің доктринасы емес, және өделген Мәсіхтің жалғандығының дәлелі емес. Керісінше бұл исламдық ұғым, исламдық доктрина, және өделген Мәсіхтің растығының дәлелі. Оған Алланың сәлемі болсын. Егер ол сондай мәлімдеме жасамай, және осындай талап қоймаған болса, онда әлгі жалақор қарсыластар, міне бұрынғы ғұламалар бұрус туралы жазған, ал мырза оны анықтамады, және бұл туралы ешқандай талап қоймады. Демек ол шынайы болуы мүмкін емес деп бір-бірімен жарыса айыптар еді.